Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте оңай миксерсіз жасалатын тортты үйрететін боламын. Кремінде сливки жоқ және творожный сыр қолданылмайды. Өте оңай және ауызда еритін дәмі керемет торт шығады. Торттың қамырын дайындайтын боламыз. Ұн, какао, қамыр қопсытқыш және тұз, сұйық май, қантты қосып, бір араластырамыз. Және жылы суымызды құйып, қайнаған, бірақ ыстық емес, жылы суымызды құямыз. Сосын масса біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Құрамына жұмыртқа мен сүт қосылмайды. Менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыз және комментарий қалдырып, лайк басып қойыңыздар. Массаны жақсылап араластырып болғанымыздан кейін формамызға құямыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минутта пісіп шығады. Ол сіздердің пештеріңізге байланысты. Кремін дайындаймыз. Ұнымызды және қант, жұмыртқа және сүттің барлығын емес, жарты бөлігін құйып, масса біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғанымыздан кейін баяу отта кремді дайындайтын боламыз. Қалған сүтімізді құйып, қасынан кетпей, жақсылап үздіксіз араластырып отырамыз. Өйткені асты күйіп кетуі мүмкін. Осылай міне қоюланған кезде қайнай бастайды, бүлкілдеп, сол кезде сарымайымызды қосып, жақсылап араластырып, оттан түсіреміз. Бөлек ыдысқа құйып, суытып алатын боламыз. Бетін контакты етіп жауып қоямыз. Толық суығаннан кейін барып, тортқа пайдаланатын боламыз. Мен бисквиттің беткі жағын алып қойдым, торттың бетіне әсемдеуге. Сосын бисквитті осылай екіге бөліп, тортты жинап алдым. Астыңғы жағына кішкене кремді жағып, бисквитті қойып, бірінің үстіне бірін осылай кремді жағып, тортты жинадым. Бетіне алып қалған бисквиттің қалған бөлігінен торттың бетін әсемдеп шықтым. Өте оңай, сіздер де жасап көріңіздер. Өте жұмсақ, әрі дәмді болып шығады. Сіздермен болған мен Айзада. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.